Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі география сабағының тақырыбы мемлекеттік аумақтың морфологиялық ерекшеліктері. Сабақтың мақсаты мемлекеттік аумақтың морфологиялық ерекшеліктерін талдау, мемлекеттерді аумағының морфологиялық ерекшеліктері бойынша жіктеу. Бүгінгі сабақтың бағалау критерийлері мемлекеттік аумақтың морфологиялық ерекшеліктерін біледі, мемлекеттік аумақты морфологиялық ерекшеліктері бойынша жіктей алады, мемлекеттік аумақтың морфологиялық ерекшеліктерінің елдің дамуына ықпалын түсіндіреді. Үй тапсырмасына ең кестесін толтыру берілген болатын. Дүние жүзінің саяси картасынан аумағы бойынша ең үлкен 5 елді анықтайды. Дүние жүзінің саяси картасынан аумағы бойынша ең кіші 5 елді анықтайды. Қосымша дерек көздерден ең үлкен және ең кіші елдердің ауданын анықтайды. Мәліметтерді кестеге толтырады. Евразия материгі бойынша, Америка дүние бөліктері бойынша және Африка материгі бойынша осы аталған мемлекеттерді картадан көрсетіңіздер. Өте жақсы. Енді біздер жаңа сабағымызға көшпес бұрын мемлекеттер территориясын қандай белгілер бойынша сипаттауға болатынын еске түсірейік. Ең бірінші, мемлекеттер территориясы игерілу деңгейі бойынша, табиғи ландшафтыларының типтері бойынша, мемлекеттік шекаралардың түрлері мен пішіндері бойынша, географиялық орынның ерекшеліктері бойынша және жерінің ауданы бойынша сипатталады. Біз бүгін мемлекеттерді пішіндері бойынша сипаттауды жалғастырамыз. Бірінші тапсырма жәрмеңке әдісі жүргізіледі. Бірінші топқа созылыңқы пішіндегі мемлекеттерді, екінші топқа біртұтас аумақты алып жатқан мемлекеттерді және үшінші топқа шашыраңқы мемлекеттер және құрамында анклавтар бар мемлекеттерді сипаттау ұсынылады. Дескриптор: спикердің мәліметін тыңдайсыз, өз тобыңызға жататын елді анықтайсыз және елдің атауын кестеге жазасыз. Созылыңқы пішіндегі мемлекеттер, олардың аумағы теңіздер немесе ірі өзендер бойымен жүздеген шақырымға созылады. Бұл елорданың қолжетімділігін шектейді және аумақты басқаруды қиындатады. Созылыңқы пішіндегі мемлекеттерге Швеция, Норвегия, Италия, Панама және Чили сияқты мемлекеттерді жатқызуға болады. Біртұтас аумақты алып жатқан мемлекеттер, олардың пішіні квадратқа немесе шеңберге жақын, қысқа шекаралар тән, байланыс жақсы дамыған, экономикалық даму және ел аумағын басқару үшін қолайлы жағдайлар қалыптасқан. Біртұтас аумақты алып жатқан мемлекеттердің мысалына Францияны, Испанияны, Польшаны және Венгрияны жатқызуға болады. Дүние жүзінің саяси картасынан біздер шашыраңқы мемлекеттерді де көреміз. Оларға бірнеше бөліктен тұратын аралдық мемлекеттер немесе қос мемлекеттер жатады. Елді басқару және қорғаныс мәселелері, экономикалық байланыстарды қамтамасыз ету, ішкі жанжалдар, астанаға қатысты даулар шашыраңқы мемлекеттерде жиі болып тұрады. Шашыраңқы мемлекеттердің мысалына Малайзияны, Филиппинді және Индонезияны атауға болады. Анклав дегеніміз француз тілінен аударғанда жабық, қамалған деген ұғымды білдіреді. Ел аумағының басқа мемлекет аумағымен толығымен қоршалып жатқан бөлігі. Анклав жағдайындағы мемлекеттерге Оңтүстік Африка Республикасындағы Лесото мемлекетін, Италия территориясындағы Сан-Марино мемлекеттерін жатқызуға болады. Сол сияқты Америка құрама штаттарының Ресейден сатып алған Аляска түбегін, Польша мен Литва анклавы болып табылатын Ресейдің Калининград облысын және Испания территориясына жатқаны мен Мароккода орналасқан Сеута мен Мелильяны жатқызуға болады. Анклав жағдайында орналасқан мемлекеттің стратегиялық жағдайлары қолайлы болғанымен, елдің әскери жағынан осал, экономикалық байланыстарға қолайсыз аудандары болып табылады. Англияның Испания территориясындағы анклавы Гибралтар туралы бейнебаянды тамашалайық. Гибралтар – это заморская территория Великобритании, на юге Пиренейского полуострова, точка кипения и скала раздора, так как и по сей день Испания не желает признавать Гибралтар английской территорией. Гибралтар – это единственное в мире место, где на каких-то 6,5 квадратных километров можно найти столько интересного и необычного, что можно со счету сбиться. Гибралтар – это скала, один из столбов Геракла. Согласно легенде, цепочка гор окружала Средиземное море, и сам Геракл, совершая один из подвигов, раздвинул Атлантику
Атласские горы в этом самом месте, где образовался пролив Гибралтар, соединяющий Средиземное море с Атлантическим океаном. Самой скале насчитывают 200 миллионов лет, но самое необычное в том, что это перевернутая скала, так как подземная часть намного моложе той, что можно полюбоваться вторым столбом – пик горы на африканском материке. Если верить Платону, мифическая Атлантида располагалась где-то за Геркулесовыми столбами. Скала богата на флору и фауну. Здесь можно увидеть огромное разнообразие птиц и видов растений. Также она создает необычный микроклимат. В некоторые дни за самую ее верхушку цепляется облако, и вокруг скалы часто образуется пасмурная и прохладная погода, в то время как на южной стороне полуострова жарко и вовсю светит солнце. Согласно одной легенде, под проливом Гибралтар есть подземный ход, соединяющий скалу и Африку, по которому берберийские макаки пробрались на полуостров и удачно прижились на скале. Это единственное в Европе место, где обезьянки живут свободно в природных условиях. Они считаются главными местными жителями. Англичане их очень любят, ведь согласно легенде, пока жива хоть одна обезьяна, Гибралтар будет принадлежать Великобритании. Международный аэропорт, который считается одним из самых уникальных в мире. Его взлетно-посадочная полоса не только на несколько сотен метров уходит насыпью в море, но и пересекает главную действующую автомобильную дорогу, которая регулируется обычно светофором и шлагбаумом. Чтобы попасть в Гибралтар из Испании и обратно, вам придется как раз пересечь эту взлетно-посадочную полосу. Но где еще в мире такое возможно? Итак, Гибралтар – это Англия под солнцем, говорят англичане. Екінші тапсырма кескін картамен жұмыс. Ұсынылатын дескриптор кескін картада аралдық елдерді белгілейді, тобаралдық елдерді белгілейді, теңіз маңы елдерін, түбектік елдерді және континенттік елдерді белгілейді. Дұрыс. Мемлекеттерді орналасу ерекшеліктері бойынша кескін картаға дұрыс белгілеп шықтыңыздар. Үшінші тапсырма бұл қай ел деп аталады. Сипатталған мемлекетті атап, аумағының морфологиялық ерекшеліктерін анықтаңыз және ол елдің стратегиялық жағдайына қалай әсер ететініне талдау жасаңыз. Ұсынылатын дескриптор мемлекет атауын анықтайды, аумағының морфологиялық ерекшелігін көрсетеді, аумағының морфологиясы елдің стратегиялық жағдайына қалай әсер ететініне талдау жасайды. Дұрыс. Бірінші мемлекет Италия, екінші мемлекет Канада және үшінші мемлекет Малайзия. Сіздерге бүгінгі тақырыпты бекіту үшін тапсырмалар беріледі. Бірінші тапсырма берілген мемлекеттердің ішінен теңізге, мұхитқа тікелей шығатын жолы жоқ елдерді белгілеңіз. Екінші тапсырма терминдерге түсінік беріңіз. Теңізге, мұхитқа шығатын жолы жоқ мемлекеттерді белгілеу. Терминдерге түсінік беру. Бекіту тапсырмалары бойынша тапсырмаларды дұрыс орындап шықтыңыздар. Терминдерге де дұрыс түсінік бергенсіздер. Біздер бүгінгі сабақта мемлекет аумақтарын территориясының морфологиясы бойынша жіктедік. Бүгінгі сабақ бойынша өздеріңіздің ой пікірлеріңізді немесе рефлексияны попс әдісі арқылы беруді ұсынамын. Ол үшін менің ойымша, себебі мен оны былай түсіндіремін, оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын, және осыған байланысты мен мынадай шешімге келдім деген сөз тіркестерін пайдалана отырып, өз ойларыңызды білдіресіз. Үй тапсырмасы және ұсынылатын ресурстар. Параграф 58, мәтінмен танысу, дүние жүзінің саяси картасынан әртүрлі морфологиялық пішіндегі мемлекеттерді қарау және осы мемлекеттер туралы бейне баяндарды қарауды ұсынамын. Сабаққа қатысқандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.